қоғамда ерекше баласы бар үйде жалғызбасты аналар көп. Ері жоқ кезде, еріне бәрібір кезде, ері артқа шегініп кеткен кезде мықты әйел сол кезде пайда болады. Сау балаларын да тастап кетіп жатқан әкелері бар. Қатты бір сынақтың арасына аналарды, нәзік жанды әйелдерді тастап кетпеу керек. Жалғыз қалып кеткендей сондай сезімдерде жүрген кезде қолдауын қатты сезінемін. Ол кісінің қолдауы мен үшін маңызды. Пошташы фея деп ат қойған маған балалар. Сұраған арманы енді әкесі Тимур тордың ар жағында осы жаңа жылыңа мен саған қызыл көйлек әперемін деп уәде берген екен. Маған көйлек те ештеңе керек емес, маған әкемді алып келіп беріңдерші дейді ғой. Мүмкін емес қой ол, шынымен былай қарап отырсаңыз енді. Осы қатты көңіліме қалып кетті. Әсел ханым, мынау сіздің авторлық жобаңыз екенін білеміз, бірақ біздің ауданда өткізсек бола ма, біздің аймақта өткізсек бола ма дегенде мен қуана рұқсатын беремін. Армандар орындалады жобасы қайырымдылық жобасы емес.